Сәлем достар, бүгін сіздермен жаңғақ печеньесінің рецептімен бөлісемін. Бізге керек ұн, қант, сары май, жұмыртқа, қамыр қопсытқыш, ванилин, вареная сгущенка. Жұмыртқаның сарысын және қантты араластырамыз. Електен өткізілген ұнға қамыр қопсытқыш, ванилин және жұмсақ сары майды қосып, крошка жасаймыз. Жұмыртқаның ағын миксерлейміз, өзінің формасын ұстап тұрғанға дейін. Қамырға сарыуызды қосып араластырамыз. Қамыр жиналып бастағанда ақуызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болу керек. Енді пищевой пленкаға орап 30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Холодильниктен қамырды алып, осындай кішкентай домалақшаларға бөлеміз. Қызып тұрған орешницаны бір-ақ рет қана майлаймыз ең басында, одан кейін майламаймыз. Қамырды салып, дайын болғанша пісіреміз. Піскен жаңғақтарымыздың түсі осындай болу керек, бөлек ыдысқа салып суытамыз. Жаңғақтардың артық шеттерін алып тастаймыз, ол артық қамырды кейін жаңғақтардың салмасына салатын боламыз. Ең дәмді вареная сгущенканы алып, ортасына жағамыз, артылған қамырды да салып, жаңғақтарды бір-біріне біріктіреміз. Біздің осындай өте дәмді әдемі вареная сгущенка қосылған жаңғақтарымыз дайын болды. Біздің үйде барлығы сүйіп жейтін печенье, ең бастысы өте дәмді және качественный вареная сгущенка алған дұрыс. Жасап көріңіздер, лайк, подписки ұмытпаңыздар. Көп рахмет!